кезекті полисадымыз көріп атқан. Алматыға дейін 15 миллион теңгемен кіреді. Пробег 8000 километр ғана жүрген. 23 жылдың 9 айында машина заводтан шыққан. Темно-синий цвет қой. Карбон блэк деп айтады қазіргі. Титанкасының өзі что стоит қолынан. Дополнительно порог салынған. 3/8. 360 камерасы, боковой камерасы. Так, полностью электропакет, память сиденья, плавающее сиденье. Шилдик бойынша 23.09 8500 лобовойға проекция. Под карбон комплекте 2 кілт. Беспроводной зарядка, подлокотник, подстаканник, подогрев, обдув, бәрі бар машинада. Только панорама жоқ. Адаптивный круиз-контроль, подрулевой лепесток. Машинаға душой қараған екен, е? Артқы 2 орын капитан, 3-ші қатар, полный защитка тіктірген, артына да тіктірген. Кемпингке барып жасатқан, кемпингке баратын қылып жасатқан о машинаны. Қарасақ, полный комплект қылып тіктірген артына, 3-ші қатарға дейін. Әңгімең бар ма? 15 миллион теңгемен Алматыға дейін кіріп тұр осы полисад. 3/8, 2 ВД. мың пробегпен идеальный состояниеде. Хабарласыңыздар, тапсырыс беріңіздер, алып үлгеріп қалыңыздар.